Сенің видеоңа адамдар мүлдем баспай ма? Қаралым аз ба? Көп адам ойлайды, алгоритм мені көрсетпей жатыр. Бірақ мәселе алгоритмде емес, мәселе CTR-да. Егер CTR төмен болса, видеоң өспейді. Оған гарантия. Қанша сапалы болса да өспейді. Бүгін саған CTR деген не, және оны қалай өсіреміз, және неге кей видеолар миллион қаралым жинайтынын түсіндіріп беремін осы видеода. Олай болса жайғасып ал, артқа қарай видеоңды қос, үлкен экранға қой, качествосын жоғарлат, дауысын шығар. Кеттік. Каналға подписка жасауды ұмытпаймыз. Бұл саған тегін ақпарат. YouTube жайлы тегін. Басқа жақтан сатып алудың қажеті жоқ. YouTube'да 2017 жылдан бері жүргізудемін. Біраз нәрсені білем YouTube жайлы. CTR адамдардың сенің видеоңа қанша пайыз басқаны. Яғни click through rate деген сөз ағылшын тілінде. Мысалы, YouTube видеоңды 1000 адамға көрсетті. Солардың 100-і YouTube'да ашып отырып, сенің видеоң үстінен басып кірді деген. Сенің CTR-ың 10%. Я? 1000-ның 100-і ғана басты, 10%. Қарапайым. YouTube үшін бұл өте маңызды сигнал. Яғни YouTube бұлай ойлайды. Адамдар бұған басып жатыр екен, демек қызық. Сосын ары қарай басқаларға, яғни 2000-ға жібереді, 3000-ға жібереді ары қарай. Сен CTR-ың жоғарылаған сайын видеоңды жібере береді жан-жаққа. Енді мына экранды да бұлай 1-2 ауыстырып отырайын. Мәке каналдың мына жерге де 1-2 ауыстырып қояйын. Мәке блогты іздестіріп тауып қояйын. Мәке блог каналына да тіркеліп жасап, видеоларын анда-санда көріп қоямыз. Подписка жасап қоямыз. Келесі, жалпы жақсы CTR 5-8% екеуінің арасында. Бұл жақсы. 8-12% өте жақсы. 12+% уже күшті деген сөз. Бірақ жаңа видео шыққан кезде жоғары болу керек. Әсіресе алғашқы сағаттарда. Егер жаңа видео салған кезде 3%-дан басталса, демек проблема бар. Яғни сенің видеоңды ешкім көріп жатқан жоқ деген сөз. CTR-дың жартысы ол thumbnail. Thumbnail бұл обложкалар, YouTube видеодағы обложкалар. Көп адам мына қателікті жасайды. Көп текст жасап қояды. Көп ақпарат беріп қояды. Көп элемент қолдан тастайды. Қате, thumbnail түсінікті болу керек. 3-4 сөз примерно үлкен болу керек, контраст жақын болу керек, яғни жақсы болу керек, эмоция көрсету керек. Мысалы, CTR өліп тұр деген эмоциялар. Мысалға бұл қарапайым. Немесе мына қате үшін ағай бұндай thumbnailдар, яғни обложкалар жұмыс жасайды. Мысалға көріп тұрсыздар экранда да дейін кейін, 7 қате. Сондықтан сенде қаралым жоқ. Осындай нәрселер жұмыс жасайды. Енді менікі де вау емес, бірақ қазақша контенттер үшін бұл жақсы нәрсе. Яғни енді салыстырмалы түрде алғанда. Екінші, тайтл қалай әсер етеді? Тайтл дегеніміз видеоның атауы, мына видеоларыңыздың атауы. Жаман тайтл, мысалы, YouTube туралы кеңес. Оны ешкім іздемейді де, көрмейді де, ашпайды. Ал жақсы тайтл YouTube'тағы ең үлкен CTR қатесі. Яғни оны іздейді адамдар. Қандай қателік жіберіп жатқанын көру үшін, білу үшін. Айырмашылықты көрдіңіз ба? Тайтл адамда сұрақ тудыру керек. Сұрақ тудырғаннан кейін оны ол ашып көретін болады. Бесінші, thumbnail плюс тайтл байланысы. Яғни екеуінің арасында байланыс болу керек. Ең күшті комбинация. Thumbnail эмоция, тайтл түсінік. Екеуі бір-бірін толықтырып отыру керек. Бірдей болмауы керек бірақ. Яғни тақырыпқа жазған нәрсеңді thumbnailге де жазып қою бұл қателік. Thumbnail интрига береді, ал тайтл түсініктеме береді. CTR түсіп кетсе не істейміз? CTR дегеніміз өзіміздің анализ жасаған кезде, мысалға өзіміздің компьютерімізге кіріп, творческий студияға өтіп, осы жерден CTR-ын көріп ала аламыз, аналитика бөлімінде.
әр бір видеоңыз үшін жеке-жеке CTR көре аласыз. Қазір мен қарапайым бір контенттің CTR-ын көрейін. Енді менің CTR-ым вау емес. Оған бірден айтып кетейін. Бейнелер. Міне, мысалға, мына жерде CTR-ымыз біздің қанша процент? 76 дейді. Көрудің орташа проценті 50%. Яғни 50% адам біразын көрген деген сөз мына жерде. Иә? Дәл осылай CTR-ын мына жерде де көрсетіп тұр 2,5%. Яғни жалпы каналға шаққан кезде 2,5% CTR. Егер видео салдың, 2-3 сағат өтті, CTR әлі де төмен. Не істеуіміз керек? Thumbnail ауыстыруымыз керек. Видеоның атауын өзгертуіміз керек. Қорқпаңыз, ауыстырдыңыз сол кезде. Көп үлкен каналдар да солай істейді. Бұл қалыпты жағдай. CTR бар, бірақ қаралым жоқ. Кейде CTR жақсы, 3-4-10%-ға шейін шығады, бірақ қаралым жоқ. Неге? Себебі retention төмен. Retention дегеніміз не? Видеоның соңына шейін көру. Адам басты, бірақ шығып кетті. Сіздің CTR-ыңыз басты, CTR басылды, видео ашылды, бірақ шығып кетті. Қызық емес. Алгоритм былай дейді ол кезде. Қызықтырды, бірақ ұстай алмады. Сол үшін CTR жалғыз жұмыс істемейді. Retention бірге жүріп отыру керек YouTube-та. Есіңізде сақтаңыз, CTR бұл қақпа. Retention ол үйдің іші. Қақпа мықты болмаса, адам кірмейді. Іші мықты болмаса, адам қалмайды. YouTube-та өсу үшін мықты thumbnail, дұрыс тақырып, күшті алғашқы секундтар. Осы үш нәрсені дұрыстасаң, қаралымың өзгереді. Пікірге жазып кетіңіз, сіздің CTR-ыңыздың пайызы қанша? Келесі видеода кездескенше, Мәке блог YouTube-та дамудың жолын көрсететін арна. Барлығын сіздерге тегін үйретемін. Каналға жазылып алыңыз.